Осман немесе Осман Гази Осман империясының негізін қалаушы болды. Алдымен Османлы билік немесе әмірлігі деп аталды. Бастапқыда Османлы өмір сүрген кездегі шағын түрікмен кінәздігі, оның ұрпақтары қайтыс болғаннан кейін, ғасырлар өткен соң, әлемдік империяға айналды. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанға дейін болған. Оның өміріне қатысты тарихи дерек көздерінің тапшылығына байланысты Осман туралы нақты ақпарат өте аз сақталған. Османлы билігінен бері бірде-бір жазбаша дереккөз сақталмаған және Османлылар Османның өмір тарихын 15 ғасырға дейін, ол қайтыс болғаннан кейін 100 жылдан астам уақыт өткен соң жазбаған. Осыған байланысты тарихшыларға ол туралы айтылған көптеген әңгімелерді фактіні мифтен ажырату өте қиын. Бір тарихшы тіпті Османның өмір сүру кезеңін қара тесік деп сипаттап, мүмкін емес деп жариялауға дейін барды. Кейінгі Османлы дәстүрі бойынша Османның ата-бабалары Оғыз түріктерінің Кая тайпасының ұрпақтары болған. Дегенмен, көптеген ерте Османлы зерттеушілері мұны әулеттік заңдылықты нығайтуға арналған кейінгі фантастика ретінде қарастырады. Османлы кінәздігі 8 ғасырдың екінші жартысында пайда болған көптеген Анадолы биліктерінің бірі болды. Кіші Азияның солтүстігіндегі Битиния аймағында орналасқан Осман кінәздігі, оның ұрпақтары жаулап алған осал Византия империясына шабуыл жасау үшін әсіресе қолайлы орын болды. Кейбір ғалымдар Османның бастапқы атауы түрік, мүмкін атман немесе атаман болған және кейінірек араб тектес Ор Осман болып өзгертілген деп мәлімдейді. Шихаб аль-Умари және Ибн Халдун сияқты араб ғалымдары Осман есімін қолданды. Ал Орхан бірінші кезінде аймаққа барған Ибн Баттута оны Османлы деп атады. Отманжик немесе Османжик деп те аталады. Чик немесе Сик жұрнағы түрік тілінде кішіреткіштікті көрсетеді. Сондықтан ол Османчик деген атпен де белгілі болды. Ол Осман кішкентай дегенді білдіреді. Ал Рашидунның 3-ші халифасы ұлы Осман арасындағы айырмашылықты анықтайды. Осман бірінші Осман империясына өз атын бергенмен, Сигуттың айналасында кінәздік құрған оның әкесі Ертұғырыл болды. Осман византиялықтарға қарсы өз патшалығын кеңейту үшін күресті. Маңызды қорғаныс позицияларын иеленді. Бурсаны жаулап алды және Осман империясының негізін қалаушы болды. 1288 жылы Осман әкесінің тайпасын басқаруды өз мойнына алған кезде күшті Гази басшылары жаулап алу арқылы үлкен кінәздіктерді құра бастады. 1299 жылы ол Моңғол императорын алым төлеуді тоқтатқан кезде символдық түрде тәуелсіз мемлекет құрды. 1300 жылы ол Сакария өзінің батысында, Эскишехирдің оңтүстігінде және Алим тауы мен Мармара теңізінің солтүстік батысында жер алған тұрақты жаулап алу кезеңі болды. Осман және оның адамдары Эскишехир, Инону, Беледжик және ақырында Реншехир қалаларының негізгі бекіністері мен қалаларын басып алды. Онда ол жаңа Осман мемлекеті үшін астана құрды. Дегенмен, олар шешуші және қатты нығайтылған Бурса, Нике және Никомедия қалаларын басып алуға жеткілікті күшті емес еді. 1308 жылға қарай Сакария өзені және Мармар теңізіне жетіп, Осман Бурса қаласын оқшаулады. Алим тауының етегіндегі маңызды Византия орталығы Бурса биік қабырғамен және бірнеше шағын бекіністермен және аула ғимараттармен қоршалған жақсы нығайтылды. Оның айналасы барлық жерді Осман басып алғанмен, Бурса әлде Мудания порты арқылы жеткізілім және байланыс ала алды. Осман әскерлері қаланы күшпен ала алмағандықтан, Осман Бурсаны берілуге мәжбүр ету үшін қоршауға алды. Содан кейін 1321 жылы Осман Мудания портын алды. Осылайша Бурса тұрғындарын сыртқы әлемнен тиімді түрде оқшаулады. Керемет қоршау тағы 5 жылға созылды. Қаланың қыңыр тұрғындары берілден бас тартты. Алайда қала 1326 жылы 6 сәуірде Османлы әскерлеріне беріп сөзсіз құлады. Бурсаның тапсырылуы Османның жаңа мемлекетінің дамуындағы бетбұрыс болды. Осман 1288 жылдан бастап жерді тез иемденгенмен, олар негізінен көшпелі халқы бар ауылдық жерлер болды. Бурса бүкіл әлем үшін жаңа мемлекет ашқан ірі сауда орталығы болды. Осы сәттен бастап Османлы мемлекеті таяу шығыс пен шығыс Еуропаға қатысты оқиғалар мен шешімдерге маңызды ойыншы болды. Осман қалай билеуші болды? Өкінішке орай, Осман Газидің өмірі туралы нақты тарихи дереккөздер сақталған жоқ.
ол туралы барлық ақпарат кейінірек пайда болды. Адамдар әртүрлі аңыздарды, оқиғаларды басқа ұрпаққа жеткізді. Сондықтан оның өміріндегі кейбір фактілердің тарихи сенімділігі жоқ. Осман біріншінің әкесі түркі кінәзі Ертоғырыл болды, ал анасы Халиме Хатун болды. Болашақ билеуші шамамен 1258 жылы дүниеге келген. Туған күні және оның балалық шағы туралы ақпарат жоқ. 1281 жылы Ертоғырыл қайтыс болып, Осман Кая тайпасының көсемі болғаны белгілі. Алайда, билік әкеден ұлға ауысқан кезде мұрагерлік ережесі әлі болған жоқ. Бастық атағын тайпалық дворяндар кеңесі бекіткен адам алды. Осман олардың барлық сынақтарынан өтті. Осман империясының құрылуы. Империяның құрылған күні 1307 жыл болып саналады. Орыс тілді Википедияда Османлы кезінде Гази тайпасы Каи пұтқа табынушы құдайларға табынады. Бірақ бастық исламды қабылдауға шешім қабылдады. Аңыз бойынша, Осман сопылық шейх Эдибалимен таныс болған. Бірде ер адам оның түнеуіне тоқтады. Шейх ұйықтар алдында Османның бөлмесіне Құран әкелді. Басшы оны түні бойы оқып, таңертең ғана ұйықтай алды. Түсінде оған періште келді. Бұл өзінің бүкіл отбасының даңқы мен күшін болжады. Арман Османға қатты әсер еткен соншалық, бұл бүкіл тайпасын исламға айналдырды. Бұл Осман империясының құрылуының алғашқы алғышарты болды. Екінші алғышарт. Азия континентіндегі үстемдік үшін Византия империясымен соғыс. 1301 жылы Осман мен Византия императорының әскерлері алғаш рет шайқаста кездесті. Жеңімпаз Осман болды, ал түріктер біртіндеп күшке ие болды. Сонымен қатар, Осман өз домендерінің аумағын кеңейтумен айналысты. Оның әскері көршілес Византияның бірнеше қалаларын басып алды. Осман өзін тәуелсіз билеуші деп жариялады және өз империясын құрды. Әрине, Османлы мемлекеті Мехмет II немесе Сүлеймен I сияқты күшті болған жоқ әлі. Осман батысқа қарай жылжып, Кіші Азия аумағының бөліктерін басып алды. Византия оны ұстап тұруға тырысты, бірақ нәтижесінде өз қалалары мен бекіністерінен айырылды. Сонымен, Осман Эгей теңізінің суларымен жуылған Эфес қаласын басып алды. Одан әрі оның мемлекетіне Қара теңіз жағалауындағы Византия бекіністері қосылды. Соңғы жылдар және есте сақтау. Соңғы жылдары Осман жаулап алу саясатын жүргізуді тоқтатқан жоқ. Оның әскері Бурсаны басып алды. Болашақта қала ұзақ уақыт бойы Осман империясының астанасы болды. Осман I 1326 жылы қайтыс болды. Осман империясының бірінші билеушісінің қабірі Бурсада орналасқан. Билік оның ұлы Орханның қолына өтті. Түріктер үшін Осман көрнекті тарихи тұлға. Ол кішкентай пұтқа табынушы көшпенділер тайпасын ұлы Османлыға айналдыра білді. Тарихшылар Осман туралы оң пікір айтады. Шотланд шығыстанушысы Лорд Кинрос Осман өз халқының құрметіне ие болған дана билеуші деп жазды. Тарихшы Кемал Кадафар Османды Ромулмен салыстырды. Ромул Римнің негізін қалаушылардың бірі болды. Осман қайтыс болғаннан кейін оның қылышы қалды. Ол биліктің берілуінің символына айналды. Таққа отырған келесі сұлтандардың барлығы міндетті түрде қылышпен белдеу рәсімінен өтті. Ол үшін Осман I қылышы қолданылды.